Шаршадық. Мүмкін мүлде бармай қоярмыз. Болмаса осы жерде қала салсақ қайтеді? Ой, балалар, қайдағы тоқтаған? Біз қаншама жолды бірге өттік. Біз қаншама активитилерге қатыстық. Енді міне соңғы нүкте қалды. Финалистердің тағатсыздана күткен марапаттау рәсімі. Бүгін 1000 баланың ішінде 125 бала грант иеленді. Кеттік ендеше, финалдың нағыз байбын сезінейік. Сәлем айқанаттықтар, менің есімім Аян Нұртаев. Мен айқанаттың қамқоршысымын. Марапаттау рәсіміне бірге дайындалайық. Сонымен айқанаттықтар, сіздерге сәттілік тілейміз. Сіздер бәріңіз жеңімпазсыздар. Мұңаймаңыздар, бәрі тек қана алда. Кто пробился в первую 1000 по всей стране. За вас гордость, вы уже победили. Вы сильные, вы красавцы. Айқанат әр жылы жаңа эмоция сыйлайды. Әр жылы бұл Айқанат деген қауымдастық үлкейіп жатыр, өрісі кеңейіп жатыр. Даже не ожидал, что у меня получится. Не опускайте руки, всегда боритесь. Конкуренция всегда находит лучших и всегда это двигатель вперед. Поэтому я желаю вам огромных успехов, огромного счастья. Сказать спасибо большое Айканат, моей семье, всем моим друзьям. Я безумно счастлива. Но я думаю, это всегда это слезы счастья. Мы счастливы за наших детей, они уже наши дети. И мы счастливы, что мы можем дать им этот шанс. Вы чувствуете? Арманыма жеттім! Арман! Андрам, сила! Я решил подарить второй сестре грант Орынбасар Айым, чтобы они обе поехали учиться. Өтпеймін деп ойладым. Негізім өткеніне қатты қуандым. Өзім де өткеніне қатты қуандым. Мен өте қуаныштымын. Айым ойламаған едім. Екеуміз бірге жүрмейміз деп ойладым. Екеуміз қайда болсақ та бірге жүргенімізді қаладым. Да, егіздерді бөлуге болмайды. Близнецов нельзя разделять. Күшті сезім. Ата-анамның үмітін ақтадым. Мен грант алдым! Мен вообще күткен жоқпын өзім, мен ала грант. Мен мүлдем күткен жоқпын. Тамам, қарқалды абай. Как я вчера говорил, нашей стране нужен большой человеческий капитал, потому что каждая страна сегодня не богата тем, что у нас много нефти должно быть, а мы должны быть богаты тем, что у нас очень много человеческого капитала. Что такое человеческий капитал? Это наша молодежь, это их способности, это их успех, это их знания и это их вклад в общую экономику. Поэтому я очень рад, что являюсь частью этого проекта. Рахмет Құдайға мыңдап шүкір, нақты момент менің жүрегімде мәңгілік сақталады.
өтпеймін деген жердің өзінде өтіп кеттім. Негізі қасымдағыларда ұтпағанына сәл мұңайып да. Достарым ше. Соларда ұтқанда зор болатын да. Қуаныштым, рахмет Айқанатқа, әкеме, ұстаздарға, барлығына рахмет. Жай ғана рахмет айтқым келеді осындай мүмкіндік беретінен. Мен өзім болашағым осы сеніп тұрмын апай. Бүгін біз Айқанат финалы деп аталатын үлкен кітаптың тағы бір тарауын аяқтадық. Бүгінгі күні түсінгеніміз, кейде біз кішкентай балалардың арманын орындаймыз. Кейін олар өскенде өзге балалардың арманын орындауға көмектеседі. Біз қоштаспаймыз. Келесі жылы кездескенше.